Ұзатқыштан жылқы сүйек деп жазып қойыппын. Жылқы етінің сүйегін алдым. Қазір енді мұздай суға салуымыз керек. Міне суға салып қойдық. Қазір қайнағанын күтеміз. Қайнап шыққасын бұл тағы да 2 сағат қайнауға тиіс. Міне көбігін алыңыз да жай отта қайната беріңіз. Міне енді мынау біраз қорылғасын тәттілік қызыл үшін салдық. Бір қызанақты құрау салдық. Енді бұл жерге мынау қышқыл салат керек. Күздің күні жатқан қышқыл салатын қосылатын. Бұл жерге лимон қосылу керек, соның қышқылы болу керек. Мен бірақ сондай қышқыл салатында қосып жатырмын. Енді осынардан қорылатырмыз. Осылай қылып керек. 2 сағат қайнады. Қараңыз қандай әдемі болып пісіпті. Бұл жылқының еті. Енді ол 2 ортадан сорпаны әдемілеп, тазалап, құйып, қайтадан тазалап алыңыз. Міне қайнап жатыр. Бұл жерге біз енді күрішін салып жіберуіміз керек. Қазақтың күріш көжесі сияқты, бірақ бұл сәл қышқылдау болады да. Бұл жерге басқа түрлі заттар қосылады. Мына картоп негізі қосылмайды. Мен өзім картоп жақсы көремін. Сондықтан қосып жатырмын. Енді бұлар қайнай берсін дейміз дағы. Жаңағы міне қайнап жатқан 5 минут болды. Енді мынау жаңағы қуырылған пиязымызбен өшірдегі томат бәрі қосылған. Бәрін салуымыз керек енді осыған. Бәрі әдемі сорпа болуға тиіс бол. Дәмі де, өзі де керемет сорпа болуға тиіс. Мені қараңыз, керемет қою сорпа болып жатыр. Енді сорпамыз дайын болып қалды. Енді бұл жерге мына көкшемі мен сарымсағын салып жіберуіміз керек. Міне. Міне 2 минут қайнатасы болды. Міне керемет сорпа болды ғой. Сәл қышқылдау, сондай қою әдемі сорпа болды. Сіздер харчуын дайындап жүрсіздер ма? Дайындасаңыздар, қалай дайындап жүрсіздер? Бүгін мен жылқы етімен жасадым. Сондықтан осылай да жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, ойларыңызды ортаға салыңыздар. Қазақша каналдарды, контенттерді қолдап